түнгі асымыз бұл бірге туысқан болып жүреді, бірге жұмыс жасайтын, біздің ағзамыздың ішіне түскеннен кейін күлгін түсті әп-әдемі капсуламыз кешке қарай жатар орынға ұйықтар алдында пайдаланатын капсуламыз акселер детокс, акселер микробиом деп аталады. Бұның ішіне үңіліп қарасақ, бұның ішінде табиғи пробиотиктар, пребиотиктар, энзимдар, көмір қышқылы және де көптеген микобактерия бар, және де көптеген шөптердің сығындысы бар. Расторопша, алоэ вера, бақ-бақтың да сығындысы бар екен айта кетейін. Бұл капсула біз түнде ішкеннен кейін, бұл өте ақылды капсула. Біздің ішкі ағзамызға түскеннен кейін бұл өз-ақ тауып алып, сол ас қорыту жолдарының бәрін қалпына келтіре отырып, зат алмасу процесін қалпына келтіреді. Ішек жолдарындағы шлак токсиндардан тазалап, паразиттардан тазалап, артық салмағыңызбен күресіп, таңертең табиғи түрде әп-әдемі детокс жасап беруге ықпал ететін өнімнің бірі. Ал екінші осының да тағы бір туысқаны бар. Кешке қарай ішетін, ұйқыңызды реттеп беретін акселер слип деген әппақ әп-әдемі ақ капсуламыз бар. Оның атауы да өзі айтып тұрған акселер слип деген. Ал бұл ақ капсуланың ішінде табиғи мелатонин бар екен, кальций цитрат, магний цитрат, валериана бар екен дейді. Индиялық ашваганданың да сығындысының бар екен де айта кетейін. Бұл капсула, бұны да тағы да айта кетейін. Күлгін түсті акселер микробиом сияқты бұл да өте ақылды капсула. Бұл сіздердің ішкі ағзаларыңызға түскеннен кейін ұйқының әдемі ұйқы терең ұйқыға кететіндей реттеп, сіздердің жүйке жүйелеріңізді реттеп отырып, сіздің ертеңгісінен таңертең тұрғанда ұйқыларыңыз қанып, үлкен көңіл, жақсы көңіл күймен ұйқыңыздан оянуға ықпал ететін капсулалардың бірі деп айтар едім. Ал келесіге көшетін болсақ,